Ardaқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде кім өз үйінде отбасының қасында амандықпен ешкімнен қорықпай дейді. Және де бір күндік жейтін тамағы бар. Таң аттырған болса, Алла тағала оған бүкіл жер бетіндегі байлықты алдына әкеліп қойғанменен бірдей дейді. Қараңыздаршы, қорықпайсыз, қай жақтан бомба түседі екен, қашан мені кім келіп атып кетеді екен деген ешқандай қорқыныш жоқ. Альхамдулилля, қазір таңды атырған кезде біздер нені ойлаймыз? Бірінші, қай жерден көп табыс пайда түсірсем екен, бірімді екі қылсам екен деп сондай бір жоспар жасаймыз. Бір күн алдын жатарының алдында осы нәрселерді жасаймыз. Бұл осы тәуелсіздіктің, бейбітшіліктің арқасындағы болып жатқан осындай бір жоспарлар, құрметті жақсылар. Ең бірінші адам баласына не керек екен? Тыныштық, бейбітшілік керек, құрметті жақсылар. Міне сол тыныштық, бейбітшілік болған жағдайда одан кейін қалған нәрселер бола бастайды. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы нәрсені айтып жатыр. Тыныштық болса, ешқандай қорқыныш болмаса, сол кезде Алла тағаланың сенің алдыңа бүкіл жер бетіндегі байлықты алып келіп қойғандығы дейді.